қайтарылуда. Мен есім Ғали, сізге қандай көмек көрсете аламын? Сәлеметсіз бе? Мен сізге Қарағанды қаласынан хабарласып тұрмын. Бізде Қарағандыда, Саран қаласында сіздердің Қазпоштаның бөлімшесі бар, иә? Кеше бір жағдай болған, кеше емес енді осы бір аптаның көлемінде сол жерге барған жігіті қазақтың өзінің жаңағы хатын жібере алмаған. Өйткені ол жердегі сіздің қызметкерлеріңіз мы не разговариваем на казахском языке деп айтады. Не себепті олай істейсіздер? Маған ол жағдай сізден естіп тұрмын. Вот менен естеңіз, бірінші жағдайды мен сізге айтып тұрмын. Саран қаласы, Ленин көшесі 11-ші үйдегі орналасқан бөлімшелеріңізде сондай жағдай болды. Мы не разговариваем на казахском языке дейді. Қандай заңның шеңберінде сіздің қызметкерлеріңіз солай сөйлейді? Сіз білесіз, иә, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі ол қазақ тілі. Әрбір қазақстандық ол қазақ тілін білуге міндетті. Ол көшедегі жекеменшік шаштараз болсын, дүкен болса бір жөн. Ол мемлекеттік мекеме ғой Қазпошта. Мен әрине түсінемін, маған олай болғаны үшін кешірім сұраймын. Мен қазір жауап қабылдаймын сізден. Қабылдаңыз, тіркеңіз, иә, міндетті түрде. Күтемін сіздің жауабыңызды содан кейін. Запрос жіберілді. Жауабы жіберілді. Кімге жіберілді? Рахмет. Сіз менің шағымымды қабылдадыңыз ғой, иә? Иә. Есіміңіз кім? Ғали. Ғали. Жақсы, рахмет, көреміз. Сау болыңыз.